Ассаламуалейкум барлықтарыңызға. Бүгін біз Еділ мен Жайық деген әнді үйренеміз. Домбыраларыңызды алыңыздар қолдарыңызға. Ал кеттік. Ол үшін астындағы екінші пернені ұстаймыз, сосын үстіңгі төртінші пернені ұстаймыз, е? Ұстадық па? Енді мынандай қағыстар кетеді, қараңыздар. Мына қағаз кішкене қиындау шығар, енді көрсетіп жіберейін, қараңыздар. Төмен бір қағастыр, сосын үстіге қарай ілеміз, мынау саусақпен мына. Тағы да екі рет төмен қағылады мынау саусақпен. Сонда былай болады, қараңыздар. Бірінші қағыз сәл кідіріс жасайды. Ал енді кеттік, қараңыздар. Екі ұстаймыз, үстіңгі төрт, міне. Төмен, сосын жоғары, төмен қағасымызды осы жерде бір рет жасаймыз, міне. Жасадық. Сосын астыңғы кіші саусақпен мына екінші пернеге барамыз. Сосын болса бұлай ұстаңыздар, болмаса бұлай ұстаңыздар. Сосын үстіңгі мына 0-ші пернені ұстаймыз. Мына бірінші саусақпен ұстаңыздар. Егер ол саусақ қиын болса, онда бас бармақпен ұстаңыздар. Осы жерге келгенде дәл сол қағыс жасалады. Төмен, жоғары, төмен. Енді қосамыз арады. Жасадық. Сосын бір мен үстінен екіні ұстайсыздар. Бұл жерге төмен жоғары кетеді қағыз. Сосын үсті ашылады. Оған қағыстың қалған екі төмені мұнда кетеді. Сонда осылай болады. Кейін қайтып 2 мен 4-ке қайтып келесіздер. Осылай біздің бірінші жолымыз бітеді. Жасалды. Ары қарай. Екінші жолы. Байқадыңыздар. Дәл сол жол қайталанып жатыр. Тек қана ең соңғы жерінде орнына келген орнына біз екінші пернені параллельдік ұстаймыз. Екеуін де осы екінші пернені ұстап тұрмыз. Енді қосамыз, қараңыздар. Екінші жол осылай басталады. Дәл солай істелінеді. Сосын бұлай істелінеді, міне. Бағана дәл біріншісі де сақты. Сосын 1 мен 2 ұстаймыз. О жерде 1 мен 2 кегенде толық қағастыр. Деп білмейміз, толығымен. Төмен, жоғары, төмен. Жасадық. Кейін 2-ні параллельні үстінен дәл 2 салынады. Қағасыздар төмен, жоғары, төмен. Енді қосамыз. Екінші жол. Еділ мен Жайық. Енді Ақшағала айдын, ақталған арман деген жері. Ақшағала. Енді Ақшағала. 2 астыңғы. Мынау саусақпен ұстаймыз. Үстінен 0, бірінші саусақпен. Осы жерде төмен, жоғары, төмен қағасымыз бір рет жасалады. Ақшағала. Сосын 1 астынан бірінші саусақпен, үстінен 2, екінші саусақ. Бұған да жаңа сол толық қағыз кетеді. Төмен, жоғары, төмен. Енді Ақшағала айдын жасадық. Ақталған арман. Мына кезде енді бірнеше переходтар бар. Қазір оның барлығын процесте көрсетеміз. Мынаны жасадық қой жаңа. Ақшағала айдын. Ары қарай 4-ті параллельдік нұсқамыз істейсіздер. Астынан 4-ші перне мынау саусақпен, төменгі ең кіші саусақ, одан кейін 3-ші саусақпен дәл үстінен 4-ші перне. Ақшағала айдын. Сосын ақталған ар деген сөзге дейін мына кезде тұрасыр. Яғни сол қағыз төмен, жоғары, төмен.
Жасалды. Одан кейін 2, 4 қайтып келеміз. 2, 4-ке ұсталған кезде төмен жоғары кетеміз бе? Міне, сосын 1 үстінен 3. Бұған жартысы қағыс кетеді. Төмен 2 рет, е? Сонда? Сосын ақталған арман. Енді соңғы 2 ұстайсыздар. Соңғы жерімді осы нені бітірейік, 2 үстінен 0. Бұған төмен жоғары кетеді. Сосын 1 үстінгі 3. Бұған төмен 2 рет қатып кетеді. Қосқанда ақшағылайдың ақталған арман. Жасалдық, сосын одан кейін 4-ті параллельно ұстайсыздар. О жерде төмен жоғары, төмен қағысымен толық істейміз 1 рет. Одан кейін 2, 4. 2-4 келгенде дәл сол қағыс жасалады толығымен. Төмен, жоғары, төмен, е? 2 мен 4 ойналғаннан кейін қайтып қайырдан 4-ке барасыздар. Оған төмен жоғары кетеді. Міне. Сосын 1, 3 істейміз. Астынан 1, үстінен 3. Бұған төмен 2 рет, е? Осы жерге келгеннен кейін бірді 3 пен қаққаннан кейін, одан қайтып қайдан 2 мен 4 келеміз. 2 мен 4 келгенде толығымен қағылады. Осы қағыс. Одан кейін қайдан 4-ті параллельно ұстайсыздар. 4 келгенде толығымен қағылады. Одан кейін қайтып 2 мен 4. Соңғы сөз на деген жері. 4 пен 2 ұстаймызды төмен жоғары қағылады. Төмен жоғары, сосын 1 мен 3. Оған төмен 2 рет қағылады. Соңғы бітірерді 2, 4. Енді қайырмасы осыдан кейін. 2 үстінен 0 ұстайсыздар. Осы жерде осы қағысымызды 2 ретке жіберіңдер. Так, 2, 4 ұстаймыз. Жібереміз, сосын 2, 4 пен параллельно ұстайсыздар. 2-ні параллельно ұстайсыздар. Бұған да 2 рет ойнаймыз. Сосын 4 пен 4-ті параллельно ұстаймыз. Бағанаға куплеттегі жері дәл солы ойналады. Одан кейін деген жерім барлығын, бағана куплет үйреткен жерім, соның барлығы қайтып келеді. Сонымен бізде әніміз бітеді. Тек қана қайырмасында ған жаңағы деген жері ғана бар. Ескертілмеген, ал қалған жерлі барлығы толығымен қайталанып келеді. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Достар, қысқа көрсетіп тастадым. Енді үйреніп аласыздар деген ойдамын. Келесі кездескенше аманшылықта болайық. Ассаламу алейкум.